басталады. Таудың басында алып бала кішкентай ұлы троллмен көңілді ойнап жүр. Кенеттен да тайпасының көсемі алыпты өлтірмекші болған шабандоздармен бірге пайда болады. Алайда олар оған жетпес бұрын алып оларды алыстан байқайды. Ұлын қорғау үшін оны тез көтеріп таудың арғы бетіне қарай жүгіреді. Алайда бастық пен оның адамдары оны қоршап алады. Алпауыт ұлын таудың баурайында жасырып, адамдарды қорқытуға тырысады. Олармен соғысудың орнына олар бас тартады деп үміттенеді. Бірақ олар шегінбейді. Олар оған жебелермен, найзалармен және жанып тұрған алаулармен шабуыл жасайды. Алпауыт тепе-теңдігін жоғалтып, таудан құлап, бірден өледі. Кішкентай тролл жасырынған жерінен не болып жатқанын үнсіз бақылап отырады. Кейінірек бастық таудың шетіне шығып, маскасын шешеді. Төмен қараса, жас тролльді байқайды. Бір сәтке ол да оны өлтіруді ойлайды. Бірақ ол жай ғана бала болғандықтан, оны тірі қалдыруды ұйғарады. Бұл туралы өз адамдарына айтпай, бұрылып кетіп қалады. Содан кейін кішкентай тролл таудан түседі. Теңізден алыс емес жерде ол әкесінің жансыз денесін тауып алады. Ол оны қарғалар мен лашындардан алыстатуға тырысады. Бірақ салмағы оған тым ауыр. Ақырында ол қылышпен денесін бөлшектеп, қалдықтарын үңгірге апарады. Сол жерде ол қалдықтарды жасырып, үңгірде жалғыз өмір сүре бастайды. Көп жылдар өтіп, тролл өсіп келеді. Бірақ күн сайын әкесінің айтқан басына қарап, мұңайып жылап, есіне алады. Осы уақытта даниялық викинг тайпасында діни қызметкер жаңа тавернаның ашылуына орай діни рәсімді өткізіп жатыр. Ол бастыққа тавернаның ақыры дайын екенін хабарлайды. Екінші жағынан, осы жылдар бойы әкесінен кек алу мүмкіндігін күткен тролл ақыры үңгірінен шығып кетеді. Сол түні тавернада бірнеше викинг жауынгерлері тойлап жатқанда тролл пайда болды. Ол сырттағы күзетшіге шабуыл жасап, басын езіп, содан кейін тавернаға кірді. Ішінде ол барлық викингтерге қатыгездікпен қарады. Келесі күні таңертең бастық өз адамдарымен бірге тавернаға келді. Көрген көрініс оны есеңгіретіп тастады. Онда түнеген викинг жауынгерлерінің денелері әр жерге шашылып жатыр. Олардың барлығы айуандықпен өлтірілді. Бастық командирінен бұл оқиға болған кезде оның қайда болғанын сұрайды. Командир оның ауылда болғанын және ішімдік ішкеннен кейін бірнеше жас жігіттің сонда қалғанын, бірақ оларды кім сонша айуандықпен өлтіргенін білмейтінін айтады. Бір қызығы, бірде-бір әйел немесе қарт адам зардап шеккен жоқ. Мұны естіген бастық мазасыздана бастады. Содан кейін сахна Гейтленд викингтеріне ауысады. Олардың жетекшілері арасында атақты викинг жауынгері Лео бар. Әдеттегідей, олар рейд жасау үшін өз кемелерімен жүзеді. Алайда, саяхат кезінде суық оларды Данияға жақын жерде тоқтауға мәжбүр етеді. Сол түні Дания басшысы күзетшілермен бірге тауға жақындап, тролльге қарсы шығып айқайлады. Бірақ ол бір қадам алға жылжып бара жатқанда, кенеттен артынан тролл пайда болып, күзетшінің басынан ұрып, оны бірден өлтірді. Алыстан бастық мұны көріп, қылышымен оған қарай жүгіреді. Бірақ ол тролльге жеткенше қашып кетеді. Бастық тролльдің неге онымен ешқашан тікелей соғыспайтынын, тек қашып кеткен сайын күзетшілеріне шабуыл жасайтынын түсіне алмайды. Келесі күні таңертең бүкіл тайпа кісі өлтіру орнына жиналады. Бастықтың әйелі оған көптеген викингтердің өлтірілгенін айтып, жесірлерінің енді не болатынын сұрайды. Осылай жалғаса берсе, көп ұзамай ауылда жесірлер ғана қалады. Басшының жауабы да, шешімі де жоқ. Ұялып, үндемей отыр. Кейінірек оның әйелі Ленаға қонаққа барады. Ол таудағы ауылдың сыртында жалғыз тұратын әйел. Ол Лена келгенге дейін өлімді көре ала ма деп сұрайды, және күйеуі де солай өлеме деп сұрайды. Лена бәрі оны қоғамнан шығарып жіберді. Оны жемқор деп атады. Енді олар оған көмекке келеді деп жауап береді. Бастықтың әйелі Ленамен болған оқиғаға оның кінәсі жоқ екенін айтады. Лена бұл енді маңызды емес деп жауап береді. Күйеуіне келсек, ол тролльдің қолынан өлмейді. Мұны естіген бастықтың әйелі үнсіз үйіне қайтады. Осы уақытта Лео бастаған Гейтланд викингтері өз кемесімен алға жылжып, Дат тайпасы тұратын елді мекеннің жанына қонды. Дат солдаты оларды байқаған кезде бұл жерде викингтерге тиесілі екенін ескертеді. Егер олар рейдтік мақсатпен келсе, дереу кету керек. Лео өзін әйгілі викинг жауынгері ретінде таныстырады. Саяхат кезінде ол онда бірнеше күн ғана демалғысы келетінін және рейд жасауды жоспарламайтынын айтады. Сарбаз ол туралы көп естігендерін және оны бастығымен таныстырғысы келетінін айтады. Осылайша Лео мен оның адамдары бастықпен кездеседі. Ол оны көргеніне қуанышты және әкесімен соңғы рет кездескенде Лео әлі кішкентай болғанын айтады. Енді ол ұлы жауынгерге айналды. Лео ризашылығын білдіріп басын изеді. Сол күні кешке бастық тавернада Лео мен оның адамдарына арнап банкет ұйымдастырады. Бастықтың әйелі сусындарды өзі береді. Банкет кезінде Лео мұнда неге жесірлер көп, ал ер адамдар аз екенін сұрайды. Бастық оған түнгі тролл шабуылдары туралы хабарлайды. Мұны естіген Лео, егер тролл әр түнде викингтерді өлтіруге келсе,
Бұдан былай ол және оның адамдары күтетінін айтады. Ол үшін тойдан кейін бастық, оның әйелі және басқалары үйлеріне қайтады. Бірақ Лео мен оның жауынгерлері тайпаның бірнеше адамымен бірге тавернада қалады. Түн ортасында тавернаның кіреберісінде тролл пайда болады. Ол алдымен діни қызметкерді иіскеп, есікке қарай бет алды. Оның ішінде викингтердің жергілікті немесе шетелдіктер екенін білу үшін иіскеді. Ішінде Лео мен оның жауынгерлері тролльдің пайда болғанын түсініп, шайқасқа тез дайындалуда. Алайда тролл ішіндегі жауынгерлердің жергілікті викингтер емес екенін сезеді. Ол кірудің орнына жабық есікке зәр шығарады. Ішінде тұрған викингтер шабуылға шыққанда, тролл түнге дейін жоғалып кетті. Келесі күні таңертең бастық Леоға кеше түнде бір адамның өлтірілмегені біртүрлі екенін айтты. Лео иә, тролл есікке келді деп жауап берді. Бірақ төбелесудің орнына зәр шығарып кетіп қалды. Осыдан кейін Лео бірнеше адамымен және тағы бірнеше тайпамен бірге тролльді өлтіремін деп таудан іздеуге шықты. Бірақ көптеген жерлерді іздегеннен кейін олар оны ешқашан таба алмады. Содан кейін олар ауылға қайтты. Біраз уақыттан кейін Лео ауылдың сыртында тауға жақын жерде тұратын Ленаға қонаққа жалғыз барды. Ол оған өлімді ол келгенге дейін көре алатынын естігенін айтты. Лена иә деп жауап берді. Сонымен қатар оның Леоның әйгілі викинг жауынгері екенін естіді. Бірақ ол оның не үшін келгенін сұрады. Лео тролл мен викингтер арасындағы бұл шайқаста қанша адам өлетінін және тролл өлетінін немесе өлмейтінін білгісі келетінін түсіндіреді. Мұны білу маңызды, өйткені ол өз халқын қорғағысы келеді. Сондықтан Лео неге олай сөйлеп тұрғанын сұрайды. Лена бұл олардың тролльге жасаған әрекетіне байланысты деп жауап береді. Бұл олардың жазасы. Ол оған бұл істен аулақ болуға кеңес береді. Лео басқа бірдеңе сұрамай тұрып, оның адамдары келіп, оны іздейді. Мен бірге тайпаға оралады. Кейінірек Лео бастықпен оңаша сөйлесіп, тролл әйелді, баланы немесе қарт адамды өлтірді ме деп сұрайды. Бастық жоқ. Ол тек викинг еркектерін өлтіреді деп жауап береді. Лео бұл оның ақылды және белгілі бір мағынада тәртіпті екенін білдіретінін байқайды. Басшы таңғалып, өз адамдарын өлтіріп жатқанын айтады. Бірақ Лео оны мақтайды. Лео тролльді мақтамайды деп жауап береді. Бірақ оның тек адамдарды өлтіруінің себебі болуы керек. Осы уақытқа дейін ол оларға да, басқа ауыл тұрғындарына да тікелей шабуыл жасаған жоқ. Содан кейін бастық 20 жыл бұрын тролл өлтірілгенін, содан бері оны ешкім көрмегенін айтты. Ол бұл тролльдің қайдан келгенін білмейді. Егер Лео тролльден қорқатын болса, ол төбелеспеуі керек. Сол түні Лео мен оның жауынгерлері тавернада тролльді тағы да күтті. Оның келе жатқанын естігенде, олар қылыштарын көтеріп көшеге жүгіреді. Бірақ тағы да тролл еш жерде көрінбейді. Көңілі қалған олар тавернаға қайтады. Осы кезде тролл үнсіз тастардың артына тайып, жасырынған жеріне оралады. Келесі күні Лео тағы да Ленаға барып, тролльді қалай өлтіруге болатынын сұрайды. Лена үйіне адамдарымен бірге қайту керек деп жауап береді. Лео кетер алдында адамдардың бұл тролльден қалай құтылуға болатынын білуі керек дейді. Содан кейін Лена оны кабинасына апарып, жауабын табу үшін сәуегейлік сүйектерін лақтырып жібереді. Осы кезде Лео сыртта тролльдің дауысын естиді. Ол сыртқа жүгіріп шығады. Бірақ тролл оны көргенде қашып кетеді. Лео атқа мініп, оның артынан қуады. Ол бізді қуып жетпес бұрын тролл тауға шығады. Лена да оның соңынан еріп, сонда келеді. Лео тролльді шақырып алып, оны жекпе-жекке шақырып, неге жүгіре беретінін сұрайды. Тролл ана тілінде жауап береді. Лена түсінеді, және Леоға тролл оған қарсы күресіп жатқан жоқ деп мәлімдейтінін айтады. Сен және сенің халқың оны ренжіткен жоқсың. Сондықтан ол оларға ешқашан шабуыл жасаған емес. Мұны естіген Лео таңғалып, Ленамен бірге кабинасына қайтады. Сол жерде ол тролльдің неліктен ол жерде жүргенін сұрайды. Лена бастықтың жиені оны күнәкар өмірге мәжбүрлегенін, бірақ ол төсегінде қайтыс болғанын түсіндіреді. Адамдар оның өліміне оны кінәлап, тайпадан қуып жіберді. Содан бері ол сонда жалғыз тұрады. Көптеген викингтер оны қорлау үшін әр түнде осында келетін. Бірақ тролл пайда бола бастағаннан бері олардың ешқайсысы келуге батылы бармады. Сондықтан ол оны өлтіруге көмектеспейді. Өйткені бейшара тролл қазірдің өзінде тым көп зардап шекті. Мұны естіген Лео бастыққа қайта оралып, Лена арқылы троллмен сөйлескенін айтады. Тролл оған викингтердің оған өте қатыгездікпен қарағанын, сондықтан оның кек алғысы келетінін айтты. Бастық уайымдап, бұл туралы Леомен кейінірек сөйлесетінін айтқан сияқты. Лео өз адамдарына қайтып оралғалы жатқанда, бірнеше баланың мүгедек адамды аяусыз ұрып соғып жатқанын көреді. Лео балаларды қуып жібереді. Содан кейін ер адам оған әкесінің тролльдің әкесіне қарсы соғысқанын, сондықтан тролл оның отбасындағы барлық еркектерді өлтіргенін айтады. Ол тролльдің қайда тұратынын біледі, және Лео мен оның жауынгерлерінің сол жерге барып,
оны өлтіруіне кепілдік береді. Мұны естіген Лео мен оның жауынгерлері тролл үңгірі орналасқан тауға бет алды. Мүгедектің басшылығымен олар жағаға жақын жағаға шығып, үңгірге жалғыз кіреберіс тапқанша тауға шығады. Бір викинг төменге түсуге тырысады, бірақ аяғы тайып кетеді. Қалғандары оны тез тартып алады. Осыдан кейін олардың ешқайсысының ішке кіруге батылы жетпейді. Оның орнына олар үңгірдің кіреберісінде зәр шығарып, қайта орала бастайды. Бірақ кенеттен су астынан жасырын тролл оны өлтірмек болған үңгірінің жанында зәр шығарып жатқан викингке шабуыл жасайды. Бірақ оның серіктері тез шабуылдап, троллді су астына шегінуге мәжбүр етеді. Викингтің өмірі сақталды. Осыдан кейін топ тавернаға оралып, түні бойы троллді күтеді. Бірақ бұл жолы тролл кіруге батылы бармайды. Келесі күні таңертең Лео қайтадан көшеге шығып, троллдің үңгірге баратын жолды көрсеткен мүгедек сарбазды өлтіргенін көреді. Шошып кеткен Лео мен викингтер тролл үңгіріне қайта оралуды ұйғарды. Бірақ бұл жолы олар үңгірдің кіреберісіне жету үшін арқанды пайдаланады. Ішке кіргенде олар барлық жерде шашылып жатқан оғаш нәрселерді тауып алады. Бір викинг троллдің әкесінің бас сүйегін сындырып, оған зәр шығарды. Ол кезде тролл жоқ еді. Бірақ қайтып келіп, сынған бас сүйекті тапқанда, оның үңгіріне кім кіргенін бірден түсінді. Әкесіне жасалған қорлықты көрген тролл қатты ашуланды. Сол түні викингтер тавернада ұйықтап жатқанда, тролл оларға аяусыз шабуыл жасады. Ол әкесінің бас сүйегін сындырған адамды өлтірді. Мұны көрген Лео троллмен де күресе бастады. Бірақ Лео троллмен салыстырғанда тым әлсіз болды. Тролл төбеден қашып кетпек болды. Бірақ Лео оның аяғынан ұстап, төмен қарай тартып, қолына ауыр темір шынжырды орап алды. Ашуланған тролл Леоны ұрып, өзін босатуға тырысты, бірақ оның қолы шынжырға оралып қалды. Викинг оған оқ жаудырды, бірақ тролл оны құлатты. Қалғандары шабуыл жасап, үлгермей жатып, тролл қашып кету үшін қолын кесіп алды. Ол теңізге қарай жүгіреді, бірақ алысқа бармайды. Ол құлап, жағажайда өледі. Кенеттен оның денесін теңізге көзге көрінбейтін күш сүйреп апарады. Келесі күні викингтер қаза тапқан жолдастарын жоқтап, денелерін өртеп жібереді. Лео басшыға бұрылып, оған шындықтың жартысын ғана айтқанын айтады. Енді тролл қайтыс болды. Кем дегенде, ол оған бәрін айту керек. Бастық олардың бір кездері троллдің әкесін себепсіз өлтіргенін мойындайды. Ал қазір бәрі оның құнын төлеп жатыр. Лео басшының айтуынша, жазықсыз адам өлтірілген, бірақ тролл оған ұқсамаған деп жауап береді. Ол ешқашан жазықсыздарды ренжіткен емес. Мұны естіген басшы ұялып қалды. Сол түні викингтер троллдің кесілген қолын тавернаға іліп, тролл ақыры өлді деген сеніммен тойлады. Олардың көпшілігі кейін үйлеріне қайтады. Лео Ленаны көруге барады. Ол оған ескерткендей, тролл кетіп қалғанын, бірақ оның әлі де жаңа жаралары болатынын айтады. Содан кейін ол өзінің өткенін ашады. Бірнеше жыл бұрын оған тролл келді. Ол бір кездері онымен бірге болған, бірақ кейін оған ешқашан тиіспеген. Бір қызығы, викингтер оның соңынан еруді тоқтатты. Ол сондай ақ троллдің зұлым емес екенін айтады. Ол балалық шағының азабын енді ғана басынан өткерді. Олар сөйлесіп жатқанда, Лена мен Лео жақындап, ақыры құшақтасып қалады. Түн ортасында троллдің анасы ауылға басып кіреді. Ол жолда діни қызметкерді өлтіріп жатыр. Содан кейін ол тавернаға кіріп, ішіндегі барлық викингтерді өлтіреді. Ол ұлының кесілген қолын өзімен бірге алып кетеді. Осыдан кейін кішкентай бала жасырын түрде Ленаға жақындайды. Ол оған үндемеуді бұйырады. Сосын онымен бірге кетеді. Бұл арада викингтер тролл әлі тірі және жаңа өлтірулерге жауапты деп санайды. Олар оны іздеуге барады. Жағалауда олар басқа жолдасының кесілген басын тауып алады. Леоның күдігі күшейе түседі. Тролл әлі тірі болуы мүмкін. Ол өзін үңгірге жалғыз тастап, суға түседі. Ішінде ол тастың үстінде жатқан троллдің денесін тауып алады. Бірақ ол жақындаған кезде троллдің анасы кенеттен оның артынан шабуыл жасайды. Ол оны тұншықтырып өлтіреді. Бірақ Лео тасты ұстап алып, басынан ұрады. Сосын қылышын алып өлтіреді. Осы кезде қолында қылыш ұстаған бала пайда болады. Оны барлайды. Кетер алдында ол Ленаны тағы бір рет тауып алып, егер адамдар троллдің ұлы бар екенін білсе, екеуін де өлтіретінін ескертеді. Лена бұл құпия тек олардың арасында қалады деп сабырмен жауап береді. Осылай деп ол кетіп қалады. Соңында Лео Ленаның кабинасының жанына тролл мен оның анасына қабірлер тұрғызады. Бірақ троллдің баласы алыстан не болып жатқанын көзіне жас алып бақылап отыр. Содан кейін Лео өз адамдарымен бірге Гейтлендке қайтып барады. Және фильм осымен аяқталады.